адамның басты байлығы ол жер. Біздің планетаның кез келген бұрышы таңғажайып және қайталанбас. Табиғат бізге көп әсемдігін, таза суын, көк аспанын, будақ бұлттары мен мөлдір суын береді. Табиғаттың ғажайып әсемдігін көз алдына елестете отырып, өзің бір керемет сезімге бөленесің. Табиғаттың бар әсемдігін, бар керемет, оның әрбір әсерін сөзбен де, жазумен де жеткізу мүмкін емес. Су тіршілік көзі, ал су анасы бұлақ. Менің туған өлкем Ақтөбе қаласынан 9 шақырым жердегі Ислам бұлақтың қасында тұрмыз. Қала маңындағы адамдары да, жолаушылары да осы тұстан өтіп бара жатырып, бұлақ суынан қанып ішуге марақ. Бұл Ислам бұлағы. Ол Ақтөбе қаласынан 9 шақырым қашықтықта батыс Еуропа, батыс Қытай тас жолының бойында ағып жатыр. Бұл бұлақтан аққан мөлдір су емге шипа, дертке дауа. Себебі оның құрамында адам ағзасына пайдалы барлық минералдар бар. Қай жердің тұрғыны боласыз? Мен Ақтөбеден келіп жүрмін. 2 жылдан бері осы бұлақтан су алып ішіп отырмыз. Бұлақтың суы өте емге шипа, жақсы су деп естіп, осы ауыз суды осы жерден алып ішіп отырмыз. Рахмет, сау болыңыз. Кейде бұл жерде бұлақ суына қадымгідей кезек күтіп тұратындар болады. Шіліңгір шілдеде шенеңнен шыққан бұлақ суы шөл қандырады. Тұрғындар осы маңды қоқыстардан тазартып тұрып екен. Қазірде тұрғындар бұлақ маңы тазалығын қадағалап тұрады. Бұлақ басына баратындар бұл маңның таза екенін, ауасы мен су керемет екенін айтады. Ақтөбенің ақжар етті жер еді, жібек жолы кесіп өткен жол еді. Кеулеп атқан бұлақ аты Ислам, бар мұсылман сусындаған дәм еді деген өлең жолдары осы бұлақтан дәм татып жүрген осы өңірдің әр тұрғындарына аузында. Ауыз су мәселесі бүгінде 6 құрлықты алаңдатып, 4 мұхитты толғандырған заманда Ислам бұлақтай байлығы бар Ақтөбе халқы қандай бақытты.